Салауатты өмір сүру дегеніміз не дейтін болсақ, ол әлеуметтік өмірді жақсарту. Бос уақытты тиімді пайдалану, денсаулықты сақтау және нығайту, сапалы тамақтану, зиянды нәрселерден аулақ болу. Денсаулық әлеуметтік байлықтың негізі. Бірінші байлық денсаулық. Дегенде денсаулықтан артық байлық жоқ. Осы қымбатта да асыл байлығымыз сақтауымыз керек. Әр адам өз денсаулығын сақтай білу үшін тазалық сақтап, спортпен шұғылданып, денсаулыққа кері әсерін тигізетін зиянды әдеттерден аулақ болу керек. Жаңа ғасыр, жаңа заман бүгін. Біз тілейміз ұрпақтың амандығын. Ел болашақ, ұлт саулығы сенің қолында. Мен номер 22-ші мектеп-интернатының 6-шы А сынып оқушысы. Қияш Сұлтанның ұлт денсаулығы сенің қолында қалалық байқауына қатысып, спорт денсаулық кепілі екенін және әрбір адам өз өмірін оған қоса ұлт денсаулығының да өз қолында екенін түсінсе екен деймін. Баршаңызға мықты денсаулық пен салауатты өмір тілеймін. Сау болыңыздар.